Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қуырылған түшпәрә дайындайтын боламыз. Өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен жылы су қажет. Суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымыз ерігенше. Содан соң ертілген сары майымызды салып, бір жұмыртқа салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Разрыхитель және дрожжымызды салып аламыз. Мөлшерден көп салмайсыздар. Қатты ашып бүршіп кетуі мүмкін. Тағы да бір рет араластырып алып, енді ұнымызды салатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Барлығын толық жазып кететін боламын. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алатын боламыз. Бізде өте әдемі, жұмсақ, эластичный қамыр шығатын болады. Қамырымызды кішкене тындырып қойып қоямыз. Енді картопымызды дайындайтын боламыз. Осылай ашып, бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз, сонда тез піседі. Картопымызға кішкене тұз салып, осылай бір пісіріп алдық. Енді қамырымызды тура бешбармақтың қамырына жайғандай етіп жайып аласыздар. Тым қатты жұқа, қалың болмауы қажет. Піскен картопымызға кішкене сары май қоссаңыздар болады, өте дәмді шығады. Осылай езіп, пюре жасап алатын боламыз. Қамырымызды осылай кесіп алдық. Енді ішіне пюремізді салып, осылай пельменімізді түйіп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз өте оңай жайылады, өте оңай түйіледі, өте әдемі тесто шығады. Осылай қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай қызартып, әдемі пісіріп алдым. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.